Арнамызға жаңа қосылған көрермен күн жақсылыққа толы болсын. Тікелей эфирде Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасы, біз одан әрі жалғастырамыз. Ендеше дәл қазір біздің керемет құрметті мейманымызбен таныстыра кетсек, бірнеше байқаулардың жүлдегері, мәдениет саласының үздігі Руслан Садықов мырза бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Арнайы сыр елінен бағдарлама үшін келіп отыр. Алғыс білдіреміз, алыс жерді жақын қылып уақыт бөліп келгеніңізге. Мен енді сіздер шақырған уақытта міндетті түрде жетіп келемін ғой. Тамаша. Қуаныштымыз. Сіздердің шақырғандарыңызға, осындай менің өнерімді насихаттап жатқандарыңызға өте қуаныштымын. Тамаша. Енді біз сіз жайлы дайындалған бір бейне материал бар. Толығырақ танысып, қандай байқаулар екен соған назар аударып көрейік. Руслан Садықов мектеп табалдырығын аттағаннан ақ даралана бастаған. Бойындағы өнерін байқап, кішкентайынан түрлі жобалар мен байқауларда бақ сынады. Аудандық, облыстық, республикалық байқаулардан бөлек, халықаралық дәрежеде бақ сынап, ел абыройын асқақтатқан азамат. Руслан Садыков, Казахстан. Золотою своей головой чуешь ветер и чуешь вечер. Руслан Садыков, Зыларда. Айталмай көкөмде шеш бір адам. 2004 жылы Эстонияның Таллин қаласында өткен бірінші халықаралық Еду 2004 әншілер байқауында лауреат атанып, сол елдегі Қазақстанның консулы құрмет грамотасымен марапатталды. Ардақты жаным, ғашығым сәнім. Руслан Садықовтың ән додаларында жеткен жетістігі ұшан теңіз. Өнердегі еңбегінің арқасында 2022 жылы Дүние таланттары одағының мүшелігіне қабылданып, сый құрметке ие болды. Сонымен қатар 2021 жылы өнер иесінің шығармашылығына 20 жыл толуына орай жеке концертін өткізді. Көріп отырмыз, шынымен көптеген додаларда бақыстаған екенсіз. Қандай конкурстарға қатысқансыз? Bir еске ала кетейік, жаңа көріп өзімізде еске Мен алып. сіздерге айтайын, оның бәрін айтатын болсам, бір сағат емес, бір 3 күн уақыт керек шығар. Енді нақтысын айтайын. Халықаралық үлкен Мен ең алғашқы осы сол сыр елінде Қызылорда телеарнасының табалдырығын аттап басқанмын ғой. Сонда Таңшолпан, Әнші балапан деген конкурстар болатын, облыстық, телевизиялық. Содан бастап өнерге бейімделдік қой. Содан музыка училищесіне қабылданып, Қазақстан еңбек сіңірген әртісі Қаракөз Ажыгетінің классына вокалға түсіп, оны оқып жүріп, республикалық жас қанат конкурсында, одан Славянский базар Витебский Беларусияның, содан кейін музыка академиясында Астанаға оқуға түсіп, Эстонияның Еду халықаралық конкурсының, Украинаның Крымская волна конкурстан алып келдік уақытында, өзім заманында. Мүмкін сосын үкіметте өзі байқаған шығар. 2014 жылы Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі төсбелгісімен марапатталды. Тамаша. Ол одан сайын құлшыныс болады ғой адамда. Шабыттанасың ғой. Халыққа өнеріңді көрсеткің келеді. Сонымен жүрміз. Халықтың шапалағының арқасында әлеулеумен. Күшті, енді жаңа өзіңіз көріп айтып жатсыз, мына жерде мен 17-тем, мына жерде 20 деп конкурстардың барлығы кезінде. Енді айтыңызшы, өзіңіз сіздің сахнада жүргеніңізге 20 жыл, бұл карантиннің кезінде тап болған екен? Бұл 20 жыл, 21 жыл өтіп керек еді ғой. Кешегісіне 22 жыл өтті, оны карантинге байланысты. Оның үстіне мен сіздерге айтайын, өте қиын дүние ғой, шығармашылық, кешті халықтың алдында, композитор, авторлардың алдында есеп беру концертім. Өте, конечно, қаржатқа да келіп тіреледі. Соны мен рахмет айтқым келеді облыстық әкімдікке, мәдениет, спорт және басқармасына рахмет айтқым келеді. Өткен сол кісілер меніңкі дүниемді ұйымдастырып, үлкен концертімді ұйымдастырып жасап берді. Мен соған қуаныштымын. Ең бірінші менің қолдаушыларым, мен ата-анам ғой. Менің папам мен мамам. Қазір сәлем жолдап қойсаңыз болады, көріп отырсыз. Мама, сәлем, папа. Папа жұмысқа кетіп қалды. Міндетті түрде кейін де көре алады деген ойдамыз. Енді сонымен 20 жылдығыңыз өтті ма сонымен? Өтті. Мен концертіме көптеген эстрада жұлдыздары достарым келді. Женис Исқақова, менің ұстазым Бақтар Тайлақбаев, Қазақстан еңбек сіңірген әртісі. Енді біраз кісілер келді. Сондықтан мен концертім 3,5 сағатқа созылып кетті. Өйткені құттықтаулар көп болды.
анау медаль тағулары, атақ даңқ беру деген сияқты. Ондайға өз басым қызықпайтын едім, бірақ енді беріп жатқан. Халық беріп жатыр ғой. Иә. Енді және де композиторсыз қателеспейсіз. Көптеген ән жазасыз. Жоқ. Сол естідік. Мен тек композиторлардың әндерін орындаймын, маған жазған. А бірақ көп композиторлармен жұмыс жасаймын. Өйткені қазір жас композиторлармен жұмыс жасамасаң, модадан қалып қоясың. Ол солай шын мәнінде. Иә, енді қаншама байқаудың жеңімпазы қатысып жүрсіз, өзіңіздің дауысыңызды осылай таңғы эфирде тыңдағымыз келіп тұр, ән орындап берсеңіз. Әрине, Бір шумақ қайырмалы. Шәмші атамыздың әнін орындайықшы, өйткені бүткіл қазақ халқы біледі. Жақсы. Өзіңмен арыстым, бойында таныстым, жайнаған гүлде қорбым сен, жағада тұрдың сен. Жас еді ол күніде, қайдасың бол күніде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, жай сәулем, сыр бойын шарладым. Тамаша. Осы сыр елінің, халқының атынан сізге жақсы гүл беріп жіберген еді. Жаңа сіз алып келгенде көрген менді, рахмет. Мен де сұрайын деп отыр едім, ол осы. Көріп қойдыңыз ба? Мен сізге сюрприз қылып жасайын деп ойлаймын. Мен артыңыздан қарап отырмын, мен жаңадан мына гүлді берем екен, жоқ па екен деп. Алғыс білдірем, керемет екен. Шынымен де және де бұған қоса дискларыңызды алып келген Мен екенсіз. сіздерге, әрине, бұл компакт дискімнің ішінде ескі әндерім, осы 18 жылы шықты, латын қарпінде. Сондықтан біреу сізге, әрине біреу сізге. Алғыс білдіреміз. Білдіреміз. Мұнда жаңа айтып жатсыз, шамамен 12 әннің аты жазылып тұр екен. Жалпы өзіңіздің репертуарыңызда қанша ән бар? Қазір есептеп кешексінде қарасам, бір 70 ән жиналып қапты репертуарым. Ал қанша бейнебаян? Ой, бейнебаян бір 4-ақ. Оның бәрі уже не в моде. Өйткені жастардан қалғым келмейді ғой. Иә, олардың қасында одан бұрын жүріп, жасауым керек. Енді мен қанша бір қайырымдылық концерттерде жасаймын. Қанша шәкірттер тәрбиелеймін, солардың ыңғай келсе өскенін қалаймын. Тамаша. Өйткені мен ақ көңіл адам. Енді солардың өскенін қалаймын. Көрініп тұр, шын мәнісінде. Енді әнді де шырқайтын боламыз. Дәл қазір бір пайдалы, құрметті көрермен, сіздерге дайындалған сюжетіміз бар. Сюжетті көрейік, одан кейін Руслан тамаша бір ән жолдайтын болады. Сені көрген таңдар әдемі, жүрегімде арман бар еді, үмітімнің гүлін солдырмай, сендік сезім баурап келеді, сағынышым көңіл жасырмай, ғашықтар бар жүрген қосылмай, бақыт іздеп біздер келеміз, сезім шоғы от бол жағындай. Мәңгі өзіңмен бірге болайық жаным, мәңгі өзіңмен әркез атсын таңдарым, мәңгі таусылмай махаббат әнім. Төземін, неге ауыр мұңы сезімнің, баурап алар жүрек өзіңе, аңқыттығын бар ма өзіңнің, қиялымен көкке ұшамын, қайда жүрсем сені тосамын, тауыспасын сезім мәңгіге, ғашықтардың ыстық құшағын. Мәңгі өзіңмен бірге болайық жаным, мәңгі өзіңмен әркез атсын таңдарым, мәңгі таусылмай махаббат әнім.
мәңгі өзіңмен бірге болайық жаным. Мәңгі өзіңмен әркез атсын таңдарым. Мәңгі таусылмай махаббат. Мәңгі өзіңмен бірге болайық жаным. Мәңгі өзіңмен әркез атсын таңдарым. Мәңгі таусылмай махаббат. Тамаша. Алғыс білдіреміз, Руслан мырза, уақыт бөліп келгеніңізге, сонау алыстан келгеніңізге тек шығармашылық табыс, сәттілік тілейміз. Рахмет. Көп рахмет. Құрметті көрермен, ал дәл қазір бізде астрологтардың кеңесі кезек береміз.